Саламатсыздар ма, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге малай жігіттің хикаясы туралы әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен малаймын. Иә, малаймын. Малайлар сіздерде Алматыда бар ма? Әлде малай мен ғана ма? Құжаттағы атымды ұмытқалы қашан. 10 жасымнан бері естігенім осы ат. Содан ба құлағым үйреніп қалыпты. Хозяйкамның подружкалар атын кім деп сұраса, атым малай деймін. Еріккен қатындар қарқылдап күліп мәз болады. Жасым 25-те, бойым ұзын, жетім өстім. Әке-шешемнің кім екенін бұл дүниеде бар жоғынан хабарсызбын. Әйтеуір жетімханада жүргенімде соңымнан ешкім іздеп келген емес. Мына дүниеде жалғыз ешкімге керегі жоқ жанмын. 10 жасымнан жетімханадағы тәрбиеші апайлардың үйінде су тасып, отын жарып, мал жайғап, қол бала қызметін атқардым. Жатақханада кілең әйелдер істейтін, тек бастығы ғана ер адам еді. Содан ба әйелдер жақын өстім. Бәрінен де мектеп бітіріп армияға барғанда қиын болды. Жетімханада үнемі қыздың жұмысын істеп дағдыланып қалғам ғой. Солдаттар қызметке деп мазақ қылатын. 2 жылым солардың кірін жуып, етігін тазалаумен өтті ғой. Мен құрдай жорғалаған сайын басынып тепкінің астына алатын. Армиядан аман есен келгеніме қуанамын. Мен армиядан келісімен бұрынғы тәрбиеші апайым бір үйден малайлық жұмыс тауып берді. Бірақ ол жерге шыдамадым. Әйелі жайлы болғанымен күйеуі бір жынды екен. Мені қатыны құсатып 2 күннің бірінде сабайтын. Өзім армиядан соққыдан зардап шеккен мынаның тоқпағына ұзақ шыдамадым. Одан қашып басқа біреулерге жалданып, оның да күйеуі әйелін менен қызғанып, бір күні көкала көк торғайдай қылып сабағаннан кейін енді күйеуі бар қатындарға жоламаспын деп автовокзалға ауа сыпырушы болып орналастым. Сонда жүргенде осы хозяйкамды кезіктірдім. Автобуста бухгалтер болып істейді екен. Жасы 45-терге келген. Сыры кетсе де сыны кетпеген бойдағы әйел екен. Жасы 20-ларға келген бойжеткен қыз екеуі тұратын көрінеді. Маған бірден көзі түсіп, біреулерден менің бұрын малай болып істегенімді естіген-ау деймін. Маған сендей жігіт керек де жабыса кетті. Үйіне әкеп малай қылды. Өзімде кетәрі болғаным жоқ. Хан сарайындай кең үйде былқылдаған бойда қатынның малайы болудан кім қашсын? Ауа сыпырушысы болып жүргенімде жатақханада тұрдым. Аядай бөлме, ішінде дым жоқ, астымда бір төсеніш, үстімде бір алба-жұлба көрпе, жерде бүк түсіп жататын. Тапқан табысын тамағыма әзер жететін. Ал мына хозяйкамның үйінде еш мін жоқ. 4 бөлмелі жиһазда толы пәтер. Тоңазытқышты ашсаң, не бір тамақ толып тұр. Бастапқы кезде жақсы жұмыс тапқаныма қуанып, қуанышым қойнымай сыймай жүрді. Хозяйкам өзіме жеке бөлме берді. Үйге кісі келгенде үстіңе қарайды ғой деп мені түгел киіндірді. Өзімді өзім танымай қалдым. Киінсем әп-әдемі жігіт-ақ екенмін. Хозяйкам жұмыс істегенімді бірден белгілеп берді. Таңғы сағат 6-да тұрам, жуынып шайынғаннан кейін дереу хозяйкама таңғы ас дайындап берем. Сағат 7-ден кетсе, ол үйден шығады. Хозяйкам кетісімен үй жинаймын. Сағат 10-дарында хозяйкамның қызы оянады, оны тамақтандырамын. Сосын ол сабағына кетеді. Ыдысты жиып тастағаннан кейін кір жуам. Хозяйкамда қызы да іш киімдерінің шөлки колготкилерінің қысы-жазы күніне 2 рет ауыстырады. Хозяйкамның жуып жылтыр тұмсығы, үшкір туфи бәтеңкелерін көп-ақ екен, соларды тазалаймын. 12-ден бастап түскі асқа қам жасаймын. Бірден аса хозяйкам келеді. Оған тамақ берем. 2-де қыз келеді оқудан. Оған тамақ беремін. Бәрі кеткесін ыдыс жуып, ас үйді реттеймін. 2 арада тағы кір жуам. Түскі асқа келгенде хозяйкам іш киімін шөлки колготкилерін ауыстырып кетеді. Одан кейін кешкі асты дайындаймын. Кешкі астан кейін ыдыстарды жуып сүртіп, ас үйді де сыпырып жуып аламын. Шынымды айтсам, алғашқы күні-ақ қатты шаршадым, бірақ үндемедім. 1 апта өткеннен кейін хозяйкама шаршадым. Кірді күніне 2 рет емес 1 рет қана жусам қалай болады? Аяқ киімді де күніне 2 рет емес 1 рет-ақ тазаласам қалай болады деп едім. Басым бәлеге қалды. Ашуланса мінезі жаман-ақ екен бәленің.
алып соғып, үстіме мініп алып, сабағаны башпайын аузыма тықты ма, толы қатын үстімнен түспей қойғаннан кейін, апаттай құлың мұлайын, табаныңды жалайын, сабамаш үстімнен түсші деп жалынып едім. Дереу үстімнен атып тұрды да диванға шалжиып жата кетіп, жала деді. Аяғын жалап ем, бақылап көзін тұрып, тоқтама, жалай бер деді. Тізесіне дейін барып ем, көйлегін түріп, санына дейін жалатқызды. Бір уақытта көйлегін шешіп жатыр. Шошып кеттім. Іш киімін шешіп, сүй деп ымдады. Жүрегім айнса да басқа амал жоқ. Ана жүрін сүйдім. Қазайкам екі көзін тарс жұмып алып ыңылдап жатыр. Осыдан кейін мені сабау жерін сүйдім. Қазайкам екі көзін тарс жұмып алып ыңқылдап жатыр. Осыдан кейін мені сабау, башпайын аузыма тоғу, табанын бастап тән жалату Қазайкамның күнделікті әдетіне айналды. Жұмыстан ашуланып келсе өшін менен алатын болды. Себепсізден себепсіз сабайды үстіме мініп алып, аяғыңды жалайын десем қояды. Өткенде сөйтіп жалатып жатқан ана жерін сүймей қойып едім, тепкілеп тұрып сабады. Содан сүйетін болдым. Қарсылықсыз қазір үйрендім. Жүрегім айнымайды. Қазайкамның ыңқылдап есі кетеді. Өзіме де соңғы кезде ұнап жүр. Қозып кетем. Бірақ Қазайкам мені үстіне шығармайды. Бұтын түгіл сүйгізеді де сосын теуіп жібереді. Қазайкамның подружкалары көп. Өздері жиі жиналады. Аптасына 2 рет. Оларды күтіп қызмет қылғаным өз алдына. Олар тамақтанып тойып алғаннан кейін көңілдерін көтеруім керек. Мені ортаға шығарып, тыржалаңаш шешін дейді. Мен шешінемін. Сосын Қазайкам өз-өзіңді качать ет дейді. Бұл бұйрық берісімен жыныс мүшемді уқалап қоздырып, менікінің тік тұрғанын көріп, олар қарқ болып күледі. Сосын тағы бір бұйрық береді. Енді қайтадан баста дейді. Ана жерім тұрмай қалса, аяқтармен уқалап тұрғызады. Ары қарай өзім істеймін. Сөйтіп 4-5 рет әлекке салады. Бірақ өзіме солай істеген ұнайды. Тек көп істей берсе шаршап кетемін. Егер аузыма тығылады. Онымен қоймай подружкаларының да аяғын жалатады. Шешесіне малайдың қызығын тамашалайық деп осының бәрін істететін қызы. Жасы 20-да ғана. Білмейтін бәлесі жоқ. Не жетпейтін қайдам. Шетелдіктер тоқтайтын қонақ үйлерді жағалағыш. Түнгі 11-12-лерде күтіп, үйге таң ата оралады. Қазайкамның подружкалары ішінде күйеуі бар, бойдағы бар, бәрі бар. Маған қызығады. Қазайкама маған сат, маған бер деп талай жалынып жүр. Ол бермей жүр. Менің осы істеп жүргенім дұрыс па? Мен сияқты малайлар Алматыда бар ма? Менің бұл жазып отырғаным білсе, Қазайка мені жанымды шығарады. Бұл қорлыққа шыдап жүргеніме қайтып кетейін десем, барар жер, басар тауым жоқ. Өзім де әбден жылы жерге жақсы тамаққа үйреніп қаппын. Оның үстіне Қазайкам мен қызы өздері жұмысқа оқуға кеткенде мені сыртымнан кілтеп кетеді. Қазайкамның қызы сабақтан келген соң ғана нан алуға сыртқа шығамын. Егер сіздер кел десеңіздер, нан алуға шыққанда қашып кетерем. Алматыдан малай керек дейтін әйел тапсаңыздар, немесе өзі жұмыс істейтін үйінде тамағын істеп кірін жуатын күйеу керек келіншектер болса, жасы үлкен баласы болса да бәрібір, тек ұрмаса болды. Барлық жұмысын істерем. Қазайкамның кешкі қорлығы жаман ұратыны, башпайының аузыма тығатыны, астын жалатып качать еткізетіні, әйтпесе шашамас едім. Күніне 2 рет ішіп, 2 рет киімін жуып, тамағын істеп жүрер едім. Малай жігіттің өмірі осылай жалғаса берді. Қоңыраушаны басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.